Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Бүгін сіздермен бірге қуырдақ, қозы қуырдақ дайындайтын боламыз, немесе сырне деп айтады. Менің видеомды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Достар, сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз сіздермен даладағы пешімізден осындай қозы қуырдақ жасайтын боламыз. Майдың керегі жоқ, өзінің майымен жасайтын боламыз, және қуырық майымен жасайтын боламыз. Енді ары қарай осы майымызды жасап қуырып аламыз. Содан кейін етін қосамыз. Мінекей достар, осылайда қуырып жатырмын. Өзінің майы мінекей шығып жатыр. Ешқандай тек май қоспаймыз. Енді пиязымызды мына қостық. Екеуін араластырып қуырып жатырмыз. Жаққа қызартып, кейін осылай қуырып аламыз. Енді міне етімізді салдық. Енді қуырып аламыз. Еттің астындағы отын аздап жағамыз, осы пісіп кетпесін аз саламыз. Отынды енді бұл қуырдақтың бірнесі араластырып отыруымыз керек. Біздің қуырдағымыздың міне суы шығып жатыр. Содан кейін мына суы кішкене сәл тартылғаннан кейін тағы да біз су құйып кішкене аздап қайнататын боламыз. Сонда еті тез піседі. Қуырылып жатқан қуырдағымызға аздап су қосамыз. Енді біз қайтадан қосып жібереміз. Тұзымызды қосамыз. Тұзымызды себеміз. Немесе қуырдағымызға капусталарымызды саламыз. Капустасын саламыз. Мінекей біздің далаға қазанға пісірген қуырдағымыз дайын.